Hi guys, in this video I'd like to apologize you that maybe you are angry that you had followed this channel only for the purpose of language learning, but nowadays I'm posting a lot of other things not related with languages, so therefore I'm sorry. Of course, first priority it is learning languages, but I'd like also to add some things happening in my life. I mean, maybe concert, maybe cooking, a lot of things. Actually, I have already mentioned about that in this channel. You can see, you can read it. I've written it about that. Therefore, I'm sorry and don't be offended, please. Иә, достар, мен ағылшын тілінде бастап кетсем, айып етпеңіздер, қазақ бола тұра неге ағылшын тілінде деген сияқты. Себебі Аллаға шүкір деп айтайын. Кішкене қуантарлық жағдай, менің каналымда осы 800 ғана подписчик, бірақ соның ішінде Америка мен Англиядан процент көрінеді. Мені көретін аудиторияда қараймын ғой. Сол кезде Америка және Англия көрінеді. Проценттер 7%, 5% сондай да. Кішкене де болса, тым кішкене де болса, енді кішкене қуанатын нәрсе. Сондықтан да ағылшын тілінде бастап кеттім. Сонымен қатар Өзбекстан көреді, қырғыз және ресейліктер көреді екен. Яғни мен айтып жатқаным, сіздер айып етпеңіздер, барлықтарыңыздан кешірім сұрап жатырмын. Егер бұл каналда сіздер тек қана осы араб, ағылшын, түрік тілдерін үйренем, кішкене де болсын үйренем деп тіркелсеңіздер, алайда мен басқа дүниелерді айтып кетсем, сол үшін кешірім сұраймын, көңілдеріңізден шықпасам. Мен бұл жайлы негізі жоғарыда каналда жазып кеткенмін. Бұл канал тек қана тіл үйренуге қатысты дүниелерді ғана салмаймын. Бұл каналда барлық нәрсе қамтиды, яғни өз өмірімде болып жатқан жағдайларды қамтитыным туралы айтып кеткен болатынмын. Сондықтан да айып етпеңіздер, кешірім сұраймын. Енді ары қарай айтайын. Жалпы бүгін көптен бері неге шықпағанмын, спортқа таңғы жаттығуға алдында шығып жүретін тұғымыз, сосын қалып қойдым. Бізде солы бастаймыз, көбінесе тастап қоямыз. Сонымен қайтадан қолға алып бастадым. Бүгін таңғы 6-та шығып, 7-ге дейін жаттығулар жасап, сонда кешегі әңгімемнің жалғасын айтқым келіп тұрды. Ол жерде мен сол мақсатым негізі, егер сенің есіңде бір нәрсе қалуын қаласаң дейді, немесе сен бір тілді, бір нәрсені үйренгің келсе, оны басқаға үйрет дейді. Сонда сенің есіңде қалады деп оқығаным бар бір жерден, және оған өзімнің көзім толықтай жетті. Егер мен біреуге бір нәрселер түсіндіріп айтсам, немесе сол жайлы әңгіме қозғаса, ол менің есімде қалады. Менің де осыны айтқым келіп тұр, және осы есімде қалғанын қалап тұрмын, және мүмкін білмейтіндеріңіз болса біле жүріңіздер. Кешегі шай үстіндегі әңгімеден тағы бір үзінді айтып кеткім келгені. Сол жерде бала емізу жайлы айтылды. Мен бұрын ойлайтын тұғым, баланы білеміз ғой, енді барлық біліміміз кішкене шала ғой, мына жерден бір нәрсе естиміз, мына жерден бір нәрсе естиміз деген сияқты. Сонда бір естігенім, баланы емізсең, уже ол сенің балаң болып есептеледі. Оны не күйеу бала, не келін қыла алмайсың деген. Сондай білуім бар еді. Яғни мен бір көршінің баласын емізсем, ол көршіге не қызымды бере алмаймын, не ұлымды бере алмаймын, сол сияқты деп ойлайтын тұғым. Сөйтсем кішкене қателескен екенмін. Яғни сен ол баланы 3 рет, ол бала тойып, тағы да үшеуінде де тойып ему керек екен. 3 рет емізсең, және ол тойып емінсе, сонда ғана ол сенің балаң болып есептеледі екендағыны, сен оған не қызыңды, не ұлыңды бере алмайсың. Осы түртіп қоятын нәрсе осы екен. Сосын тағы да бір әңгімелер болды, яғни Құранда айтылған ғой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің туысқандық жағынан қызын берді ғой, Әли радиаллаху анхуға. Сол кезде сол әңгіме болды. Сонда біреулер айтады, ол болмайды ғой, туысқандық қатынас болған адаммен қыз алып берсу, ол балаға ауру болып туылуы мүмкін деген сияқты. Сонда білмеймін, бұны бірақ ауру болып туылатын нәрсе тағы бір нәрсе, осы жерде айтқым келетіні. Егер анасы не әкесі кішкене адамға жын тиеді ғой, негізі ол жын бар, ақиқат нәрсе. Барлық адамда жын бар, менде де басқада да, бірақ біреулерде сондай күшейіп кеткен болады жындар. Оны емдеу керек, Құран көбірек тыңдау керек. Егер сол жын тиген, күшейіп кеткен болған кезде ер адам немесе әйел кісі балалы болса, көбіне сондай жағдайда негізі бала аутизм, эпилепсия ауруларымен туылады деген де бар. Осы жайлы егер сіздер
толық ақпараттар қарасаңыздар болады Google-ден. Негізі мен осындай ақпараттың бір шетін ғана беріп, ары қарай адамның әркім өзінің ізденгенін қалаймын. Және маған да дәл солай істеген бір-екі рет мен бір ақпараттар сұрағанымда, мен саған бір шетін айттым, енді ары қарай өзің ізден деп бір-екі адамдар. Ол да жақсы негізі. Сол мен де сіздерге бір шетін айттым, енді ары қарай өздеріңіз ізденіңіздер. Тағы айтқым келген ол жерде кейбір адамдар бар, яғни өте салауатты өмір салтын жақсы ұстайтын, білімді, жақсы адамдар. Кейбір адамдар енді олар балалы болудан бұрын негізі бүкіл темекіні, арақты бәрін тастап, денсаулықтарын әбден толықтай жақсартып, кейіннен ғана балалы болуды планға қояды екен. Және бізде бұл жайлы көбінесе ойламаймыз. Біз көбіне ойлайтын, айтатын, бізге баланы іште жатқаннан, яғни аяғы ауыр кезде, екіқабат кезінде тәрбиелеу керек, сол кезде Құран тыңдау керек деп жатады. Қарап тұрсақ, бұл да кішкене кеш, яғни балалы болудан бұрын адам өзін өзі емдеп, көбірек Құрандар тыңдап, толықтай жақсарып, сосын бағана балалы болуға әрекет жасау керек екен. Көсемсіп, артық кетіп жатсам, кешірім сұраймын. Әрине барлық нәрсе ең әуелі Аллахтың қолында. Аллах не қаласа, сол болады. Тілге қатысты бір жаңа сөзді қосып кетейін. First priority. First priority of course languages деген сияқты, ол бірінші кезекте әрине тіл. Арабшасы әуләуия, яғни first деген уля, әуләуиятул уля дейді. Ал түркшесі өнжелік, бірінші өнжелік.